Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, шұқылай арнасын көріп жатсыздар. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон Samsung A24. Келген мәселесі телефон блокировкаға түсіп қалған екен. Неге слишком много дейді Samsung A24. Енді бұл телефонның бетінде пин-кодын қалай ашуға болады? Осы бізге керек болатын. Компьютерге шындырды тығып қоясыздар, сұғып, мінекей үй жағдайында ашуға да болады, егер ноутбугіңіз бар болатын болса. Және біз бұл жерден кнопкаларды басумен хард ресет жасаймыз. Енді сұғып қоясыздар, шындырды. Бұндан кейін былай экстернен өзі кіріп тұрамыз. Одан кейін өшіріп қосумен минус кнопкасын басып тұрамыз. Мінекей. Бетін сипалап тұрсақ болады. Телефон өшкен кезде минусты жібереміз де, плюспенен өшіріп қосуды басамыз. Samsung'та жаңған кезде өшіріп қосуды жібереміз. Мінекей. Плюсті басамыз. Минуспен өшіріп қосу. Енді не жерден таңдаймыз біз. Android 12 екен. Енді минуспенен төменге түсеміз. Wipe data factory reset. Өшіріп қосуды басамыз. Factory reset пенен минуспен түсеміз. Өшіріп қосу арқылы басамыз. Форматталады. Wipe data wipe complete дейді. A24 бізде бұл. Енді өшіріп қосуды басамыз. Reboot систем мынау деген. Және телефон бізде қосылады. Және телефонның бетінде пин-кодтар ашылып өшіп кетеді. Яғни ішіндегісін барлығы форматталады. Ішіндегі бүкіл данныйларыңыз жоқ болады былай айтқанда. Ішінде данныйларым керек заттарын өшіп қалмай ма дейтін кісілерге, оның барлығы өшіп кетеді. Телефон қосылады қазір. Былай қояйық. Енді осыменен форматтап хард ресет жасап аласыздар. Егерде Google аккаунт бар болатын болса, Google аккаунтының қалай ашуға болатындығын көрсете жатармыз. Яғни ол бізде енді батқанда ақшамен ашылатын программатор бар бізде. Платный программатор, Unlock Tool деген. Сол арқылы ашуға болады. Ал тегін жолдарын біз қарамадық. Егер видеоны ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз.